порталына кіріп алған дұрыс. Первый кредитный бюроға кіретін болсақ, ана жерде аты жөнін сұрайды, там адресін сұрайды деген сияқты. Сол үшін бір жұмысты екі жұмыс қылмай ЕГОВқа кіре салайық. Ецпмен кіреміз, иә. Сіздер out дегенді немесе aus деп оқиды біреулер. Соны таңдаңыздар. Паролін жазыңыздар. Открыть деп басыңыздар. Міне қазір кіреді. Міне кірдік. Міне ЕГОВ порталына кірдік. Осы жерде сіздер таможня и налоги деген бөлімді басыңыздар. И оған кіргеннен кейін экономика и финанс деген бар, иә. Осы жерде сені басатын болсаңыздар, мына жерде барлық қызмет түрлері шығады, бізге қатыстысы получение персонального кредитный отчет деген бар. Яғни кредитный отчетты алу деген сөз бар. Міне осы жерде сіз көрсеңіздер болады, немесе сразу первый кредитный бюроға өтіп кетсеңіздер болады. Міне екі бет ашылды. Бұл енді автомат түрде жұлдызхан тіркеліп қойған екен. Ал егер тіркелмеген болса, сіздер тіркеліп дайын отырыңыздар, иә, регистрация жасап, ана жерге аты жөнін сұрайды. Енді мен қазір получит первый кредитный бюроға получит дейтін болсам, мысалы, отчетымды, менен email почтасын сұрайды. Енді мен болған клиент почтасын немесе өзімнің почтамды жазамын. Міне адрес дегенде адресін мысалы білмейтін болсаңыздар, мына жерде личный кабинетіне кіресіздер, ЕГОВқа кіріп, осы жерде ол кісінің толық мәліметтері шығады. Загрузка болыпты. Қазір мені загрузка болып тұр, уақытты алмай-ақ былай жаза салайын, мына жерге Түркістан облысы. Егер біліп жатсаңыздар, жазасаңыздар, білмесеңіздер, ЕГОВ порталында арқылы көрсеңіздер болады. Мен загрузка болып тұр, уақытты алмай-ақ қояйын. Облысы. Так, мынаның бәріне эрсамен қол қоямыз, қоятын кезде. Жылына бір рет тегін беріледі, қалған уақытта сіздер 400 теңге төлеп аласыздар. Открыть. Міне қазір 10-15 минутта маған шығарып беру керек, оған жетпей даже. Мен скачать отчет десем, айтады маған әлі дайын емес дейді. Осы дайын болғанын күтеміз. Қазір дайын болсын. Қазір дайын болғанын күтейік. ЕГОВқа келе тұрайын, мына жерде бүкіл данные шығарып ол кісінің. Неге шықпай тұрған? Загрузка болып тұр пока. Міне шықты. Несие тарихы жылына бір рет тегін беріледі. Қарасаңыздар, Түркістан облысы екен көрініп тұр. Адресі ол кісінің. Қандай банктен қарсы алдым болса, Каспий банктен алған екен. Мына жерде номер договор тұр, мысал үшін.
2017 жылы алған, иә. Әлі төлемеген, 2 жылға алған екен, бірақ 2 емес, 2025 жылға алған, мұны әлі күнге төлемеген. Нәтижеде 0 болып тұр. Барлық қарызы. Потом, значит, бұл кісіде қараңыздар, мына жерде штраф пени 0 болса, онда бұл кәсіби банкты бітіріп қойған. Және береке банк деген тұр екен. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, штраф 0 деп тұр, 328 күн деп тұр. Просрочкасы. Просрочкасын қараңыздар. Яғни бұл 365 күн күту керек. Әлі бұл 1 жылға толмаған. Несие тарихымен қарап отырмыз. Мына жақта тағы да кәсіби банк шықты. Мына кісіде қарасаңыздар, бұл жерде 100 мың теңге алған, бірақ оны төлеп қойған. 0 деп тұр. Жалпы осылай көресіздер. Мысалы, ID корректе бар екен мына кісіде. Қазіргі таңда қарыз Сольвадан алған, ол коллектор өткізген ғой. Номер договор деген осы жерде жазылып тұр, иә? Қанша просрочкасы мына жазылып тұр, 107 күн. Әлі бұл кісі күтеді. Өйткені 365 күн жоқ ол кісіде. Альфа банк тұр, бірақ бұл 0 деп тұр, оны төлеп бітірген. Міне, жалпы осылай көресіздер. Қай жылы алынды, нәтижедегі алған суммасы, лимит, қанша просрочки деген сияқты барлығын осы кредиттің тарихтан аласыздар. Мына Сольвадан алған екен, ол коллектор уступка требование дегенге коллекторға берген екен. Қазіргі таңда ол кісінің ай сайынғы график алған екен, иә, платеж, салып платеж деп тұр. Пения жоқ, просрочка жоқ, төлеп жатыр. Штраф пени деген, просрочка күндерін бәрін осы жерден көрсеңіздер болады. Міне көрдіңіздер ғой, иә? Номер договоры қай жерде, контракт номері қай жерде, қанша күн просрочка болған барлығына жерде сіздер көріп отырасыздар. Жалпы барлық бұл кісінің несие тарихындағы жазылған алған кредиттері жазылып тұра береді. Бұл несие тарихын алу. Біз осы арқылы қай күн алды, қанша суммада алды,